Орасан зор құбыжық бір ғана әйел үшін. Бүкіл қаланың қарулы әскеріне жалғыз өзі қарсы шығады. Ақыры ол Empire State Building'тің ең биік шыңынан құлап қаза табады. Адамдар оның өліміне шаттанып, оны ұшақтар өлтірді деп ойлайды. Режиссер оны өлтірген ұшақтар емес, оны өлтірген сұлулық дейді. Бұл мақұлық емес пе? Ештеңе білмейді. Оқиғаның басына оралсақ, есімді бұл қызнанға ақшасы жоқ, жұмыссыз қалған актер болатын. Ақшасын? Нью-Йорктың қатыгез көшелерінде ол бір алма үшін ұсталып, қала жаздайды. Дәл осы тығырыққа тірелген сәтте қулығына құрық бойламайтын режиссер Карл оның жолында кездеседі. Басты Аксель бешімінде балдап, белгісіз теңізге баратын ескі кемеге мінгізеді. Тартын көріп шашымаңыз, іші әлде қайда шайлы. Құрал жабдықлар. Олардың мақсаты тұман басқан аңызға айналған бас сүйек аралы еді. Жол бойы сұрапыл дауылмен алып толқындар кемені жұтып қоя жаздайды. Екі қозғалтқышты да артқа қарай қой. Олар аралға жеткенде оларды қазына емес ажал күтіп тұр еді. Қорқатын. Жабайы тайпа түсірілім тобына шабуыл жасап, енді алып ағаш бағанаға байлап қояды. Жабайылар оны аралдың билеушісі Кинг-Конгқа құрбандыққа шалады. Құлдияға қараңғы орманның ішінен бойы 7 метрлік дәу маймыл шығып, енді алып кетеді. Аралдың ну орманында тек Конгтың ғана емес, басқа да қорқынышты құбыжықтардың қаупімен бетпе-бет келеді. Алып, тиранозаврлар кенеттен пайда болып, енді жұтып қоюға ұмтылады. Осы қыл үстінде тұрған сәт Конг араша түседі. Ол осы кішкентай адам қызын қорғау үшін 3 бірдей тиранозаврмен өліспей беріспейтін ұрысқа түседі. Ол Конг жалаң қолмен тиранозаврдың жағын айырып тастап, өзінің жабайылығымен теңдессіз күшін көрсетеді. Күн өткен сайын Конгтың қатыгез сырт бетінің астынан сирек кездесетін нәзіктік байқалады. Көңілін көтеру үшін мұз үстінде сырғанайды және онымен бірге таңғажайып күннің бұл батуын тамашалайды. Алайда, адамдардың ашкөздігі бұл тыныштықты бұзады. Режиссер Карл теңізшілермен бірге Конгты көп мөлшердегі ұйықтататын дәрімен сұлатады. Өзілестеріңді аласыңдар. Бірер айда. Олар бұл жеңілмейтін патшаны жуан темір шынжырлармен байлап, Нью-Йоркке алып келеді. Мына шынжырлар құрыштан құйылып, хроммен қапталған. Карл оны ақша табудың көзіне айналдырып, бүкіл әлемге сұлу мен құбыжық қойылымын көрсетеді. Театрда сансыз фотоаппараттардың жарқылы пайда болады. Конг Энге қауіп төніп тұр деп ойлап бірден ашуға мінеді. Ол өзінің сұмдық күшімен темір шынжырларды үзіп тастағанда бүкіл театр үрейге бой алдырады. Конг Нью-Йорк көшелеріне шығып, жолындағының бәрін жайпап өтеді. Осы оқыл көліктерді төңкеріп, трамвайларды қиратады. Енді табу үшін іштекіңеден тайынбайды. Бүкіл Нью-Йорк қаласы оның ұрыс даласына айналады. Қар жамылған орталық саябақта ол ақыры енді табады. Бұл олардың ең соңғы бақытты сәттер еді. Бірақ қатыгез әскер оларды көп ұзамай қоршап алады. Мюзиклді енді қорғау үшін Конг оны алып Empire State Building'тің ұшына өрмелеп шығады. 6-6 жауынгерлік ұшақ аспанда айналып ұшып, Конгқа аяусыз оқ жаудырады. Оқтарған болат Конг өз денесімен оқтарға қалқан болат, қанша жараланса да шегінбейді. Ол енді қауіпсіз жерге қойып, өлімге әкелетін оқтарды жалғыз өзі қабылдайды. Ақырында Конгтың да соңғы күші таусылады. Оқлысының сүйіктісі Энге қимай соңғы рет қарайды. Содан кейін биік Empire State Building'тен төмен қарай құлап түседі. Түрлер арасындағы бұл махаббат ақыры қайғылы трагедиямен ғана аяқталды.